Баршаңызға сәлем достар. Тағы да CoinVit'ті жалғастыратын боламыз. Қазір сәтте шотымызда $2000 бар, және де бүгінгі цель біздікі $50 табысқа жету. Артқа өтеміз. Қазір сәтте өздерінің жеке телеграм группаларында өздерінің сигналдарын беріп жатыр. Осы сигнал бойынша біз қазір табыс табатын боламыз. Бірден айта кетейін достар, бұл жақта сіздер міндетті түрде гейм, одан кейін мына жақта Red Green 1 минутқа кіретін боласыздар. Кіргеннен кейін бұл жақта біз өзіміздің, как обычно, қойылымда қоятын боламыз. Так, мына жақта период 71 дейді. Так, бізге қызылға қою керек. Үлгереміз. Давайте $10 конфрин басып, және де үлгердік осы жолы. Және күте тұрайық. Так, өкінішке орай бізде бұл жақта бізде минус болды. Достар, айта кетейін, осы CoinVit'нің сілтемесі описание тұр, кіресіздер, ол жақта регистрация өтесіздер. Бұл проекттің істеп жатқанына уже 3 жылдай болып қалды, сондықтан бұл жақта ешқандай проект жайлы ешқандай минус жоқ. Так, бізде 3x пен гринға қойылу керек дейді, поэтому 30 USDT қоятын боламын. Все, кеттік. Так, бұл жақта өздерінің прогноздарын белгілі уақытта беріп отырады. Тақ бойынша, мұна қараңыздар. 20 деген, яғни 21:00, яғни 14 дегеніміз 15. Мына сағаттардың арқасында 1 сағат қосыңыздар. 15, 17, 19, 21, 23 соңғы, и соңғысы бізде 6-сы, ол түнгі 1-де бізге берілетін болады. Бұл осы сигнал бойынша қойылым қойғаны бізге не пайда десеңіздер, егер де сіздер осы айту бойынша қойылатын болсаңыздар, и бұл жақта минусқа ұшырайтын болсаңыздар, сіздерден компенсация ретінде ақшаңызды қайтарып беретін болады. Так, бізде 1960 USD, так, 4x, қайтаң гринға қоямыз. Уже 4x. Получается біз, так, алпыс 5 стик конфрин. Все, let's go. Күтетін боламыз. Достар, міндетті түрде тоже YouTube арнаға тіркеліп кетіңіздер, өйткені бұл жақта сіздерге ақша табудың күнделікті жолдарын көрсетіп отырамын. Плюс CoinVit Live күнделікті болып отыратын болады. Күтеміз. Так, бізге қазіргі сәтте жасыл шығу керек. Арнай тетемін. Так, қызыл түсі. Қызыл. Тағы да бізге қазір басқашалай беру керек. Мына жақта бір адамдар жүрек қойып отыр. Прямой эфирде қазір лайвда 12 адам отыр екен, қарап отқан. Негізі 969 подписчик бар. Осы уақытқа дейін 6 ойын болған екен. Бұлар сағат осы 13 минут бастады. 21:00-де сағат 9-да 13 минут аралықта уже плюс 6-ға жетті. Именно мен мынандай лесенкаға түсіп қалдым. Жарақсы. Так, 20 секунд қалған кезде бізге грин берді. Так, 65 өтпеді. Получается, біз уже мына жақта осындай сумма қою керек біз. Бұл примерно 45 000 теңге. Жақсы. Так, уже бізде минус 300 USDT күтетіміз. Так, жасыл қойды. Қайтан минус, өкінішке орай. Так, ладно, 300 кетті. 310 болсын. До конца грин дейді. Ладно, 310 болсын гринмен. Сіздер соңғы видеороликта көрген боласыздар, 115, точнее 1115 USDT біз шотта болған. Осы уақытқа дейін 2-3 күн видеоролик түспей қалды, бірақ осы уақытқа дейін 2000 USDT-ға жеткен боладымын. Енді дальше осы видеоролик сіздерге түсіріп жатырмын дәл қазіргі сәтте. 10 секунд қалды, обратный счетчикпен қазір сәтте бізде осындай история бойынша жүріп келе жатыр. Мынандай гейф қалдырып кетті админ өзі. Давай. Жасыл түсу керек. Да, жоқ. Қызыл түсті.
600. 600 последний. 635. Вот, округлять етеміз. Күте тұрамыз. 635 USDT бұл теңгелер шаққан кезде примерно 200 мың теңге ма? Green, қайтан green. Бұл да до конца қызыл болып шығып алды. 1, 2, 3, 4. Аяқта 4-5 рет қызыл болған екен. Тағы да қайталанды ма екен? 5-ші қызыл бола ма, әлде жоқ па? Соны көретін боламыз. Так, обновить етейін ба, әлде жоқ па? Все, достар, $2000 38 USDT бізде плюс болды, бірақ әрине ұзақ болды бұл жолымыз, бірақ все-таки жырлы плюсик болды. 38 USDT теңге шаққан кезде бұл 15 мың теңге. Так, қайтан басынан Green. Давайте Green болса Green. $8.250. Осылай басайық. И көте тұратын боламыз. Достар, арна тіркеліп, лайк басып, өтсіңіз кез келген комментарияларыңыз қалдырып кетіңіздер, міндетті түрде. И бір адам таңдап, сол адамға 500 теңге жіберетін боламын Каспи Голдтан, сондықтан кез келген комментарий қалдырып кетіңіздер. 3, 2, 1, 0 плюс бола ма? Жоқ, қайтан қызыл түсі. Так, күте тұрамыз. Не береді екен? Қызыл дейді. Жақсы қызыл болса, онда бұл жақта өзі 25 USDT. Конфрин. 36 секунд қалды. Жалпы бұл жақта статистика бойынша көрсете ма? Көріп кетейік. Уақыт ғана берілген. Қанша уақытта берілді? Ну, в основном бұл Вьетнам, Пакистан, Турция адамдары бұл жақта кіріп отырады екен. Все, давайте қайтан оралайық өзіміздің темаға. Счета 25 USDT и күтеміз. Так, счетта өнетейді жатырмын, бірақ бізде тағы да алдамышы болып, бізде жасыл шықтым. 25 плюс 35 уже минустамыз, поэтому бұл жақта бізге округлять етіп 55 USDT етсек болады. Енді бұл қайсан береді? Сол қызық. Так, қызыл дейді. Ладно, қызыл болса қызыл. Так. Ну, шахматы порядка түсе ма, түспей ма, енді бұл сұрақ бізге. Түсе, жақсы болатын еді, әрине. Бірақ күтетін боламыз. 15 секунд қалды. Айта кетейін, сіздер аяқта өткен периодтардың историясын ошақтан көріп отыра аласыздар. Так, счетымыз 1950 USDT болып қалды. Так, кетті. Уже нақта 16 адам кіріпті. Так, жасыл қайттан. Қайттан жасыл. Мен ойымша қазір бұл тұратты жасыл бере салады. Жасыл. Так, уже так бітеміз. 110 USD, конфрин. Все, күтеміз. Негізі советую, там, егер сізден сумаңыз аз болса, онда 0,2 USD-ден бастайсыздар. Точнее, 0,2, 20 цент. 20 цент отылыңыз, 4 отылыңыз, 8 отылыңыз, 1-2 отылыңыз, 1-2-4 деп сөйтіп таршып кететін боласыздар. Так, көтеміз. 2, 1, 0. Бар ма, жоқ па? Қайтан қызыл.
Просто жынды қылдырып жатыр. Туда, не сюда. Так, бұл да қайтпайды. Грин дейді. Так, бүйтейік енді. Амал который деп. 1600 қалды. Күтеміз. Айта кетейін достар, егер де осылай қойылымды қоятын болсаңыздар, осылардың сигнал бойынша онда сіздер компенсация ретінде ақшаңызды обратно қайтарып беретін болады. Сол жері бізге өте қолайлы плюс. Бірақ та достар, бұл жақта обратно қайтару үшін сіздер именно осылардың прогноз бойынша сіздер қойылымды қою керексіздер. Көте тұрамыз. 3, 2, 1, 0. Бар, жоқ, бар. Так, бар. 2068 USDT. Все, біз плюсқа шықтық, осымен тоқтаймыз. Все. Withdraw. USDT 320. Так, адрес кошелегімізді таңдаймыз. 68. Ровно 5 копейка шықты. Withdraw деген басам. Так. Қателес қалдым. Все, сәтті шығардық. Шотымызда 2000 USDT обратно қалды. Келесі бейнеролик ертең шығатын болады. Сондықтан арнаға тіркелді. Ұмытпаңыздар.